Так, мына бір тапсырманы талдап жіберейік. Былай дейді, суретте идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі көрсетілген. Бірінші күйден екінші күйге өткендегі газдың жасайтын жұмысы. Енді қара, бұл П-ның В-ға тәуелділік графигінде бізде жалпына сызықтың, яғни графиктің астындағы фигураның ауданы ол жұмысты береді. Бұл ешқандай процеске жатпайды. Обычно біз жұмысты А тең П дельта В дейміз ғой. Бұл жерде ондай емес. Біз мына фигураның ауданын табуымыз керек. Бұл бізде әрине трапеция, көріп тұрсыңдар. Так, енді қара, бірақ бізде бірінші күйдегі қысым мен көлем берілген, бірақ екінші күйдегі берілмеген екен. Давай, мына жер 20 болса, мына жер 40, мына жер 60 болады. Мына жер 5-10 және мына жер 15 болады. Так, енді жұмысты тапқан кезде біз П орташаны көбейтеміз дельта В-ға. П орташа дегендерің ол П1 плюс П2 бөлінген 2 болады. Және дельта В бізде В2 минус В1 болады. Енді әрі қарай орнына қоя салу ешқандай проблема туындатпайды. Енді қара, мына жақта килопаскаль мен литр ғой. Сондықтан уже минус 3 дәреже, плюс 3 дәреже қысқарып кетеді. Сол үшін оған мән бермей қойып. Сонда 20 мен 60-тың орташа мәні бөлу 2 көбейтілген В2 минус В1 бізде 10-ға тең. Сонда мына жерден 40 көбейтілген 10, 400 дж деген жауап шығады екен. Сонда бұл же дұрыс жауап әрине Б нұсқасы 400 дж болады. Міне осындай бір тапсырмаларды ең бірінші білгің келсе, біздің парақшаға тіркеліп ал, пожалуйста.